Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен сникерс тортын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Алдымен ұнымызға содамызды, ас содасын және какаоны қосып, құрғақ қоспамызды араластырып аламыз қасықпен. Барлығы бір текті араласқанға дейін. Міне осылай араластырып болғаннан кейін бір бөлек алып қойып, одан соң меренгамызды дайындаймыз. Ол үшін міндетті түрде жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен бөліп алуларыңыз керек. Міндетті түрде ағын құйған ыдысыңыз құрғақ болуы тиіс, бірде-бір тамшы су болмау керек, және жұмыртқаның сарысының бірде-бір тамшысы құйылып кетпеу керек. Жұмыртқаның сарысында ағы қосылса ештеңе етпейді, ал ағына сарысы араласпау керек ешқашан. Осылай барлық жұмыртқамызды ағы мен сарысын бір-бірінен бөліп аламыз. Одан соң сарысын қоя тұрып, ағын миксерлеп аламыз. Ол үшін біздің миксеріміз құрғақ болуы тиіс. Жаңа айттым, осы меренганы араластыратын бірде-бір ыдысыңыз, ақуызды араластыратын ылғал су тамшысы болмау керек. Осылай миксерлеп бастаған салысымен қантымыздың жартысын қосамыз. Осыны одан ары қарай миксерлейміз. Қою бір текті консистенцияға дейін. Міне осындай құс тұмсығы секілді болып қалу керек. Төңкергенде не только төгілу, вообще қимылдамау керек даже міне. Осындай болған кезде біз меренгамыз дайын. Енді ары қарай жұмыртқаның сарысын миксерлейміз. Жұмыртқаның сарысына ағы қосылса ештеңе етпейді, жаңа айттым. Сарысына қалған қантымызды қосып, осылай миксерлейміз. Көлемі екі есе көтеріліп, түсі ақ түске айналғанға дейін осылай миксерлеп аламыз жұмыртқаның сарысы мен қантты. Одан соң сұйық майды қосамыз. Оны ары қарай миксерлеп тұрып, үстінен ыстық суымызды құйып тұрып миксерлейміз. Мұнда тез жылдамдық керек, себебі су жұмыртқаны пісіріп жіберу мүмкін. Жылдам миксерлейсіздер. Осы сұйық қоспамызға енді жағы құрғақ қоспаларымызды басында араластырып қойған қосып миксерлейміз. Осылай бөлек-бөлек қосып алып, кейіннен бәрін қоссаңыздар болады. Немесе бәрін бірден қосып жіберсеңіздер де негізі ешқандай айырмашылық жоқ. Осылай бірінші араластырып алыңыздар, өйткені шашырап кетуі мүмкін құрғақ бөлімі. Осылай миксерлеп аламыз әдемілеп, бір текті массаға айналғанға дейін. Міне қоймалжың осындай масса шығады сіздерде. Осыдан соң үстіне бағана дайындап қойған меренгамыздың жартысын қосамыз. Міне осылай жартысын қосып, енді астынан үстіне қарай араластырасыздар міндетті түрде. Жағы әртүрлі араластыруға болмайды. Осы бірінші жартысын қосқан кезде үстінен кішкене бассаңыздар болады, ал екінші жартысын қосқанда міндетті түрде тек қана астынан үстіне қарай араластырасыздар. Бір текті масса болғанға дейін осылай араластырып шығамыз. Бұл шифоновый бисквит деп аталынады. Басқа да торттарға қолдансаңыздар болады бұл бисквитті. Өте әдемі болып шығады. Міне бір текті массаға айналғаннан кейін меренгамыздың қалған бөлігін қосамыз. Осылай тоже астынан үстіне араластырамыз. Неге астынан үстіне деп қоймаймын, себебі жағы меренганы істегендегі пышность жоғалып кетуі мүмкін, басқаша араластырсаңыздар. Осылай бір текті массаға дейін араластырып болғаннан кейін табамызды дайындаймыз. Егер сіздерде бүтін таба болса, бүтін табамызды ең астына пергамент қағазын салсаңыз болады. Менде асты жоқ болғандықтан осындай фольгамен астын төседім. Және жан-жағын керек емес бисквитке формасын әсер ету мүмкін жақтарын алып тастадым. Және табаға салдым, астын ұстап тұру үшін. Сіздерде бүтін таба болса, немесе жан-жағы алынатын түбі бар таба болса, тек түбіне пергамент қағазын төстеп сала бересіздер. Құрамында май бар, сондықтан ештеңе жағудың қажеті жоқ. Осылай дайын болған бисквитімізді 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз, 30-35 минут. Әрі қарай арахисті салма дайындаймыз. Ол үшін қантымыз бен клегейімізді отқа қойып араластырып тұрамыз. Осындай міне қайнай бастаған кезде бұрқылдап астын төмендетесіздер. Және тағы да 1-2-3 минут полный қант ерігенше ұстайсыздар. Қант ерігеннен кейін үстіне сармайыңызды салып, тағы да сармай толық ерігенше ұстаймыз. Осылай сармайымыз еріп, көпіршіп қайнағаннан кейін газдың астын өшіріп, арахисімізді салып араластырамыз. Бұл салмамыз уже дайын. Бөлек алып қоямыз. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын клегейімізге қант ұнтағын салып,
миксердің төмен жылдамдығында миксерлейміз. Осылай кішкене көпірши бастаған кезде үстіне сүзбелі ірімшігімізді салып араластырып алыңыздар алдымен, себебі сүзбелі ірімшікті бірден миксерлесеңіздер шашырап кетуі мүмкін кілегейдің сұйық бөлігі. Осылай араластырып алып, әрі қарай төмен немесе орташа жылдамдықта миксерлейміз. Міне осындай консистенцияға жеткенге дейін миксерлейсіздер. Алған кезде міне тұрып қалу керек миксерде. Дайын болған кремімізді кондитерский мешокқа толықтай барлығын салып, бір бөлек алып қоямыз. Піскен бисквитті ешқашан пештен бірден алмаңыздар. Пеш суығанша ішінде тұрсын, немесе отырып қалуы мүмкін бисквитіміз. Дайын болған бисквитті шпажкамен тексереміз. Егер шпажкаға тесті жабыспаса, бізде бисквит дайын деген сөз. Одан соң шоколад пен сұйық майымызды екеуін микроволновкаға 20 секунд сайын қойып араластырып тұрамыз. Ол микроволновкада осылай әр 20 секунд сайын алып шығып, араластырып қайттан салып тұрасыздар. Ол уақытқа дейін біз бисквитімізді ала береміз формадан, яғни форманың осылай жиегін пышақпен босатып алыңыздар. Одан соң тез алынады және фольгадан астынан аласыздар. Бұл бисквит вообще мүлдем жабыспайды. Пышный бисквит болып шығады. Шифоновый бисквит деп аталынады. Осылай шоколадымызды араластырып тұрамыз арасында. Осындай консистенцияға жеткен кезде сұйықтығы шоколадты глазуріміз дайын деп есептелінеді. Одан соң үстіне үгітілген арахисімізді салып, тұздалған араластырамыз. Біздің шоколадты глазур Ferrero Rocher дайын. Енді біз әрі қарай бисквитімізді бөлеміз. Өзіңізге қанша бөлікке бөлгіңіз келсе, сонша бөлікке бөліңіздер. Мен 3 бөлікке бөлдім, чтобы кремі және бисквиті бір текті қатынаста болу үшін. Одан соң енді тортты жинай бастаймыз. Ең алдымен ең астына кремді жағып, осылай формада жинағаныңыз өзіңізге ыңғайлы теп-тегіс болып шығады. Егер сізде форма болмаса, қам жемеңіз, өз қолыңызбен жинай берсеңіз болды. Көзіңіз ең бастысы қисықты көрсе болғаны. Бір слой крем жіберіп, оның үстіне бисквитімізді салып, екінші слойда осылай жиегіне ғана кремді жағып шығамыз да, ортасына бағана дайындалған карамельді арахисімізді саламыз. Карамельді арахисті салып, жан-жағына міндетті түрде бір текті жаюға тырысыңыздар. Одан соң үстіне тағы да кремімізді жайып шығамыз және бір текті қылып тегістейміз. Ең соңғы бисквитімізді бетіне салып, қалған кремімізді бетіне жағып, черновой вариантын жасап қоямыз торттың. Осылай торт 1 сағат көлемінде отыруы тиіс. Бір түнге қойып қойсаңыздар тіптен жақсы. Дайын болғаннан кейін осылай форманы аламыз. Егер сіз формасы жинаған болсаңыз, сыртынан пищевая пленкамен орап қойып қойыңыз холодильникке. Солай тұрады. Міне осындай бізде черновой варианты торттың. Дайын болған почти тортымызға шоколадты глазурімізді осылай бірінші бетіне жағып шығасыздар, және де одан соң жиектеріне жағып шығасыздар. Бұл бағана дайындалған порциямыз біздің барлық бір тортымызға жеткілікті. Осылай жиектеріне жағып шығасыздар сосын. Бұл торт өте әдемі болып шығады. Дәмі енді кәдімгі сникерс жеп отырған секілді дәм болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.